Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бельгийский вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді таңғы асқа жақсы кететін шаймен өте дәмді вафли десем де болады қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, рецепті өте оңай. Ол үшін бізге осындай құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып алып, үстіне 120 грамм қант қосамыз қыздар. Жақсылап осылай қолдың көмегімен жақсылап араластырып аламыз да ерітілген сары майымызды құямыз қыздар. Бұл жерде тағы бір құпия айта кетейін қыздар, бұл жерде қаймақ болмады үйімде, қаймақтың орнына майонез қосып жүрген болатынмын. Өте дәмді болып шығады екен қыздар. Одан кейін қамыр қопсытқышпен ванилин қостым қыздар. Мына жерде ванилиным түспей қалыпты видеоға. Қамыр қопсытқыш примерно 1,5 шай қасық қосасыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Мен енді андай кейбір адамдар аз-аздан салып араластырып жатады ғой, енді мен бірден қосам қыздар ше. Бірден қосып араластырып осындай масса болады қыздар. Қызып тұрған осындай вафельницамды осындай вафельница сатып алған болатынмын 8 түрлі насадкасымен қыздар. Өте дәмді болып шығады екен, сіздер де жасап көріңіздер. Таңғы асқа шаймен жақсы кетеді қыздар. Жұмсақ болып шығады ғой қыздар. Ал сіздермен болған Ильясова еңлік қабыл алыңыздар осындай рецептімді. Ас болсын, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Алдағы уақытта өте жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.